Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, спорт және өнер факультеті, хореография мамандығының студенті оңдасын Жансая. Біз еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты қазір онлайн түрде үйде оқыту бағдарламасымен оқудамыз. Бүгінгі пәніміздің тақырыбы қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, спорт және өнер факультеті, актерлік өнер мамандығының студенті Абытқанқызы Инабат. Қашықтықта оқу жүйесі бойынша сахна тілі пәні, өлең жолдарымен жазылған шығармаларды оқу. Дайынсың ба? Дайынмын. Абай Құнанбайұлы ұяламын дегені көңіл үшін. Ұяламын дегені көңіл үшін. Ұсақ қулық бір ғана өмір үшін. Татымды достықта жоқ, қастықта жоқ, жігер жоқ, маңызы жеңіл үшін. Жалығу бар. Автордың сол кездегі жай күйін сезініп оқы, содан кейін көркем суретті көз алдыңнан өткіз. Ең бастысы тыныс белгісіне назар аудар. Жарай ма? Иә. Қайтадан баста. Бастаймын. Ұяламын дегені көңіл үшін. Ұсақ қулық бір ғана өмір үшін. Татымды достықта жоқ, қастықта жоқ, жігер жоқ, маңызы жеңіл үшін. Жалығу бар, шалқу бар, іш пысу бар. Жаңа сүйгіш адамзат көрсе қызар. Ар мен ұят оянбай тән асырып, ертең жоқ бүгінге болған құмар. Фитер матаға ойы өрнекті бұлайдың ойларды сызбаламыз. Сіз болғаннен кейін барып, бұны оюды қырқу жолдары. Жаңа ойы жақсы түсу үшін, нақты түсу үшін қалай қырқу жолдарын мен сіздерге үйретті. Мына жерден соңында мынандай ойы өрнек шығады. Бұл жерде ойы өрнегіміз қошқар мүйіз ойы өрнегі. Күнделікті қазақтың ұлттық қол өнерлерін ой өрнектерінің бірі қошқар мүйіз ою өрнегі. Тыңдай болды. Қазірше орташа темпте қатты, жылдам темптің керек емес. Осы жерге шейін қайталап көрші, жай темптен асықпа. Жақсы, Нұрдәулет, жақсы. Жақсы, сол қолдың дыбысынан анықтап, нықтап басып, оң қолды қақпаққа көп ұрмай, бауырынан тартып отыр, жақсы ма? Күйдегі дыбыстар дұрыс алдың. Енді үстіңшектің несіне көшеміз, үстіңшектің орта буындағы. Осы орта буынына дейін. Жақсы, Нұрдәулет. Ал құрметті көрермен, біздің оқу жүйеміз осылай қашықтан оқып жүріп жатырмыз.
әлеуметтік желілер арқылы, интернет арқылы байланыс бізге қиындық тудырып жатқан жоқ. Сабақ өту барысында ешқандай қиындық тудырып жатқан жоқ. Бізге қашықтық бола ма, былай жекеде өмірде сабақ береміз ба, ешқандай айырмашылық жоқ десек те болады. Балдардың оқу үлгерімі жақсы, өте жақсы, көңіл қуантарлық. Біз сондықтан барлық қиындықтарды көпшілікпен бірге жұмыла жеңеміз деген ойдамыз.